Қайырлы күн достар, өмірде әр адамға қиындықтар күнде кездеседі. Бірақ әр адам әрқалай оны өзіне түсінік қылып қалыптастырады. Сондықтан бірнеше қиындық кездескеннен кейін көптеген адамдар оның пайдасын білмей отырып, бірден сол қиындықтан қаша кетеді. Ал қиындық керісінше бізді жаңа деңгейге жетелейтін, жаңа даму жолына түсіретін бірден бір құрал болып келеді. Қиындық деген ол табандылықпен тікелей байланысты десем де болады. Себебі табандылық болған кезде, өзіңізге сол қасиетті сіңірген кезде, сіз қаншама табанды болсаңыз да, бәрібірде сіздің алдыңыздан қиындық шығады. Сол табандылықтың арқасында сіз қиындықты да жеңесіз, содан кейін содан сабақ аласыз. Ал мен енді сіздерге құр сөзбен айтқанша, өзімнің қазіргі істеп жүрген күнделікті іс-әрекетімді сіздерге мысал ретінде көрсете кетейін. Мысалы, мен бүгін 3 наурыз, яғни қазір мен күнде жүгіріп жүрмін 3-4 километрден, және де ол да табандылық бірден келе қоймайды. Ол өзіңді әр күн сайын қайраумен, өзіңді күнделікті шыңдаумен ғана келеді. Спортсмен мысалы тренажерный залға барған кезде бірден бір гантель көтеріп, мысалы качок болып кетпейді ғой. Сол сияқты табандылықты да шыңдаған кезде әр күн кішкентай баспалдақпен оған жете білу керек. Ал енді осы табандылықты қалыптастыруда сіздер бірінші ойларыңызды дұрыс қалыптастырып алу керексіздер. Мына ағаш суретте көрсетіліп тұрғандай, бірінші ең астында тамыры болып ойлар тұр. Содан кейін ойлардың арқасындағы біз сенім қалыптастырамыз. Сол сенімде, мысалы, біз күнделікті іс-әрекетіміз осы сенімге байланысты болады. Себебі біз неге сенеміз, біз соны айтамыз, біз соны қолданамыз. Ал сенімнің артынан біз эмоция, яғни біз сезімге енеміз, біз сол затты сезе бастаймыз. Осы сезімнен кейін біз ақырын өзіміздің мінезімізді, яғни табандылығымызды қалыптастыра бастаймыз. Бірақ ең бастысы осы жердегі айта кететін зат, ол достар, ойларыңызды түзеңіздер. Қазіргі тек бір кедергі, ол біздің санамыздағы кедергі. Себебі қазір біз бұны істей алмайсың, бұл басқалай деп ойлап қалады, бұл дұрыс емес деген сияқты өзіміздегі санадағы шектеулер арқылы біз көптеген жетістікке де жете алмай қалып отырмыз. Сондықтан достар, өздеріңізге мені не шектеп тұр деген сұрақты осындай бір қимылсыз сәттер болған кезде қойыңыздар. Әр іс-қимыл ол сізде күнде әдет қалыптастырады. Осы әдет сіздің өміріңіздің салтыңызға айналады. Кейін осы өміріңіздің салтыңыз арқылы сіздің тағдырыңыз да қалыптасады. Сондықтан жақсы тағдыр қалыптассын десеңіздер, жақсы іс-әрекет қалыптастырыңыздар бірінші достар. Ал енді осы іс-әрекет бастамай тұрып, сіздер өздеріңізге мынандай шарт қойып алыңыздар. Не нәрсе жасасаң да, ол саған жаңа өмір ашады. Шынымен ақ достар, қазір әр таң сайын жүгіріп жүргенде, әр кітапты оқыған сайын, әр мастер-классқа қатысқан сайын менің санам одан сайын ашылып бара жатыр. Мен одан сайын жаңа әлемде беки барып бара жатырмын. Сондықтан ең бастысы тек алға дамыңыздар. Ал енді сіздерге қорытындылай айта келе, барлығы еңбекпен келеді деген сөзді айтқым келеді. Яғни кез келген зат ол еңбек пен табандылықтың арқасында келеді. Ал енді келесі видео бұйыртса, мен осы 2019 жылда қандай жетістікке жеттім, сол туралы болады. Ал егер тағы да бизнес жағы қызықтырып жатса, психология, өзін-өзі жеке дамыту сияқты бірнеше түрлі тақырыптар қызықтырып жатса, комментарийге жазуға ұялмаңыздар. Барлығын айтып беремін, білмей жатсам тағы да зерттей отырамын. Сондықтан достар, осы каналға тіркеліп алыңыздар. Бұл жерде өте көп қызықты заттар болады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Лайк басып достарыңызға тарата жүріңіздер.